асықпаған арбамен қойынға жетер. Ең бастасы тоқтамайсың, онда бәрі жақсы болады. Мемлекеттік тілде жақсы сөйлеп тұрған кім десеңіздер, ол Сергей Андреевич Авраменко. Қазақ тілін өз үйренген ол тау-кен жабдықтарын жөндеу цехында білікті маман болып істейді. Ал неден құралады жобасының кезекті шығарылымы Богатырь кенішінің тау-кен жабдықтарын жөндеу цехының жұмысына арналатын болады. Аталмыш цехты компаниямызда 30 жылын бетіп келе жатқан Арман Серікұлы Ешімкенов 2022 жылдан бастап басқаруда. Ал цех болса Богатырь көмір компаниясының көптеген бөлімшелеріне қызмет көрсетеді. Основные функции цеха — это своевременное качественное выполнение ремонтных, аварийно-восстановительных работ. Цехтың негізгі функциялары жөндеу, апаттық қалпына келтіру, жоспарлы алдын алу жұмыстарын уақытында және сапалы орындау. Жалпы цехтың басты міндеттерінің бірі тау-кен жабдықтарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету. Цех барлық жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Стабильная работа горного оборудования. Вот цех выполняет все виды ремонтных работ. 55 жылдығын атап өтіп жатқан кеніште алып техникалары мен жабдықтар жұмыс жасайтыны белгілі. Солардың барлығы дерлік осы цехта жөндеуден өтеді. В цехе по ремонту горного оборудования, в данном цехе у нас работает 117 человек. Тау-кен жабдықтарын жөндеу цехында бүгінгі таңда 117 адам еңбек етуде. Сонымен бірге цех құрамында техникалық қызмет көрсету учаскесі бар. Онда 17 адам жұмыс істейді. Жақында 6 адамнан тұратын диагностикалық топ аштық. Олар жаңағы техникалық қызмет көрсету учаскесінің құрамында ашылды. Бұл топ кеніште металл құрылымдарды тексеру мен диагностикалаумен айналысады. Ал техникалық қызмет көрсету учаскесі негізінен гидравликалық экскаваторларға бұрғылау білдектеріне қызмет көрсетеді. Сонымен бірге тау-кен электр жабдықтарын жөндеу учаскесін құрып жатырмыз. Бұрын болған, енді соның жұмысын жандандырудамыз. Қазір штаттық кесте бойынша адамдар алудамыз. Который вот на стадии формирования. Вот недавно он работал, восстанавливаем этот цех. Сейчас штат набираем и потихоньку уже запускаем этот цех. Жөндеу цехының құрамында техникалық қызмет көрсету учаскесі, механикалық цех, слесарлық және дәнекерлеу пісіру бөлімшелері, тау-кен электр жабдықтарын жөндеу учаскесі бар болса, оларда бірнеше мамандық иелері еңбек етуде. Цех оборудованием в полном объеме, всеми оборудованием, то есть у нас есть токарные станки. Цех қажетті жабдықтармен толық қамтылған. Бізде жону, жоңғылау, кеулеу, жону білдіктер бар. Бұдан басқа пісіру жабдықтары, көтергіш механизмдер бар. Олардың бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Біздің түпкі мақсатымыз жөндеу жұмыстарын сапалы орындау. Своевременное выполнение ремонта. Жөндеуді қажет ететін жабдықтардың барлығы алдымен 5-ші аралыққа келіп түседі. Осында бұзылады, бұдан соң жабдық бөлшектеніп, жөндеу жұмысының түріне байланысты учаске цехтарға жіберіледі. Экскаватордың редукторына келеді, соны шашып, жинап, подшипник, сосын вторая передача, екінші передача тұр, КЛП-нікі, замена подшипников, шестенный кодовый редуктор, поворотный редуктор экскаватордардың. Шагающий болсын, роторный болсын, ковшовый болсын, бәрін қандай нәрсе сынып келеді запчасть, соның бәрін жинап, балалармен бірге, бригадамен бірге, соны дайындап жібереміз. Бұнда 4 бригада бар, әр бригадада 10 адамнан болса, оның 5-еуі слесарлар, 4-еуі дәнекерлеушілер және 1 электр механика бар. Қажет болса жонушылар білдекте талапқысы бөлшекті жасап шығарады, ал бұл болса үлкен өнер. В основном, конечно, самое главное — это изготовление деталей по предоставленным чертежам. Иногда Менің міндетім алдын ала берілген сызба бойынша бөлшектерді жасап шығару. Бұдан басқа ауқымды қалпына келтіру жұмыстары болса, соған орай өткізілетін кеңестерде өз пікірімді айтамын. Сосын оны іске асыруда менің міндетім. Кейде таңертең жұмысқа келе жатқанда онда қандай тапсырма жұмыс күтіп тұрғанын білмейсің. Сондықтан жұмысқа келген кезде не істеу керек екенін білген кезде қалыпқа сай емес шешімдер қабылдауға тура келеді. Осының өзі жұмысымды қызықты, шығармашыл екенін көрсетеді. интересно, насыщенно, я, можно сказать, жизнью живу. И именно работа вот эту насыщенность мне и дает. Түрлі техниканы жөндеп, жаңартатын цехтың жұмысын ұстап тұруға да көңіл бөлінуде. Өткен жылы 2 жону білдегі жаңғыртылып, 1 көпір краны жөндетілген. Бұнда жоспарлы жұмыстар жыл сайын атқарылуда.
Бұл цехтың тарихы 55 жылын атап өтіп жатқан Богатырь кенішімен тығыз байланысты. Өйткені кеніш жұмысын бастаған кезде жөндеу базасы қажет болды. Сондықтан осы цех құрылған. Жылдар өткен сайын цехтың жұмысы кеңейіп, жұмысшылар саны да арта түсті. Сонымен бірге жөндеу жүргізуге қажетті жабдықтар да алынды. Кез келген өндіріс орнында тәлімгерлік маңызы орын алады. Бұл цехта да ол табысты жүзеге асуда. Молодежь хорошие ребята. Они приходят, как сказать, кому-то, если он человек хочет, он делает. Жастар жақсы, әрине біреулер келеді, жан-жағына қарап, оң-соң білгесін кетіп жатады. Дегенмен көпшілігі қалады. Соңғы кездері үйреткен жастардың барлығы дерлік қалды. Тек бірең-сараңы ғана кетті. Вот последние, которые, я практику, с ними обучал их, практически все остались. Арман Серікұлы келген жастарды ұстап қалып дамыту үшін оларды бірден компаниямыздың мәдени спорттық өміріне тарту керек. Сонда ұжым тату болып, бір-біріне спорт алаңшасында қалай қолдау білдірсе, жұмыста да солай қолдау білдіреді деп есептейді. Біз соңғы жылдары барлық спорттық шараларға қатысып жүрміз. Футбол, волейбол, арқан тарту, армрестлинг жарыстарын атап өтуге болады. Және қызметкерлеріміз әрдайым жүлделі орындардан көрінуде. Бұдан басқа цех өзінің мамандарымен мақтанады. У нас есть Лазу Валентин Иванович, на пенсии, правда, очень такой профессионал своего дела, любит вот это все, что новаторство у него. Лазу Валентин Иванович зейнеткерлік жаста, болғанымен табысты еңбек етуде. Жаңғаншылықтар енгізіп отырады. Жөндеу жұмыстарын жылдамдатуға да өзінің орасан үлесін қосуда. Жонушы Сергей Авраменко өте жақсы маман. Ол болмаса біз көптеген жобаларымызды іске асыра алмаушы едік. Дмитрий Сазонов осы цехта жону білдегінде 25 жылға жуық еңбек етіп келеді. Бұлар өз ісінің шеберлері. Александр Иванович Таранников, Жанат Сәрсенұлы Кәрімов, бұлар бригадирлер. 25-30 жыл еңбек етіп келе жатқан білікті мамандар. Осындай ұзақ жылдар бойы еңбек етіп келе жатқан мамандар жастарды тәрбиелеп, жұмыс үрдісін жақсартуға барынша үлестерін қосуда. Каримов, Жанат, это бригадиры, которые по много лет отработали здесь, кто-то по 20, кто-то по 30, кто-то по 40 лет, которые вот модернизируют, что-то новое преподносят, учат молодых. Это хороший специалист. Тау-кен жабдықтары өте ауыр жағдайда, үлкен жүктемелерде жұмыс жасайды. Сондықтан оларда ақаулар орын алу ықтималдылығы жоғары. Осындай алпауыт машиналар мен техниканы жөндейтін тау-кен жабдықтарын жөндеу цехының Богатырь кенішінің тұтас компанияның тұрақты жұмысына қосып жатқан үлесі орасан.